Артына бұрылып қараса, әлгі құтқарушы батыры тұр. Сасқанынан айтқан сөздері үшін ұялып, тағы да қаша жөнелгенде қолына шап беріп ұстаған Жанғали: "Екеуміз сөйлесейікші", деді. "Жоқ, менің дәл қазір жауапты іс-шарам бар", деген Маржан жігітке ертең де 1 апта, тіпті 10 жылдан соң да саған уақытым жоқ дегендей кейіп танытты. "Жарайды", ишарасымен басы салбырап қала берген Жанғали әкесінің шақыртуымен университетке ұстаз болуға келген еді. Жалғыз ұлын шет елге оқытуға шамалысы келсе де, баласының таңдаған мамандығын ұнатпайтын. Мемлекеттік басқару ісі бойынша қаншама таныстарын араға салып, баласын оқыта алмады. Дегеннен қайтпайтын жігіт ақыры тарих пәнінің мұғалімі болып, қосымша курстарда сабақ беріп жүргеніне шыдай алмай, ең болмаса көз алдында бірде-бір университетке мұғалім болшы деген әкесінің сөзін жерге тастай алмады. Қыздар атаулы жігіттен төресінен дәмелі. Магистранттардан бастап бірінші курстың студенттеріне дейін ауыздарында Жанғали. Жігіт мұны естісе де даңдайсып, әр қызды бір пайдаланып кетуден аулақ. Анасы мен қарындасы жол-көлік апатынан қайтыс болғалы 3 жыл өтіпті. Солардың құрметіне ме, жоқ әлде әкесінің берген тәрбиесі болар, қыздарды қорғаштап, ар-намысы үшін күресте алдына жан салмайтын. Содан да болар, алдында құрақ ұшып құлынсып жүрген қыздардан көрі ұяң, биязылықты бойына сіңірген қазақы қыздарды жаны сүйетін. Маржанға да сол себепті көңіл ауып тұратын. Бетін қайтарған сайын сағы сынып тұрса да, күннен күнге құштарлығы артып, университетте сыртынан болса да бір көрмей үйіне қайтпайтын. Маржанға оған көңілін біраз жандар байқап жүрсе де, екеуін сырттай ғашықтар етіп қойған. Қылтың-сылтыңға ермейтін Маржан бірде ашуға салынса, бірде екеуінің қосқанын іштей қуанып жүретін. Ал Мерекенің болса көңілінің қошы жоқ. Бұрынғыдай курсқа асықпайды, ілініп салынып барып келгені болмаса, күні бойы телефон шұқылап, танысу чаттарында белсенді болатын. Жетісіне бір жігітпен танысып, қыдырып келгеніне мәз. Оның бұл жүрісіне Маржан алаңдаулы. Енді уақыты болса жақындап қалды. Тесттен өте алмаса масқара болып ауылына қайтып жатса кінәлі өзі болатындай Мерекеге ақылын айтып қояды. Тыңдайтын құлақ болса ғой шіркін. Тіпті оқуының ақшасын да Сәкен аға төлеп отыр емес пе? Айтқандай-ақ Мереке тестілеуден төмен балл жинап, грант көзден бал бұлышты. Ауылға қайтуға тағы бет жоқ. Анасының айтқан анау күйге қинап беріп жібереді десе керек. Маржанды араға салып жүріп, Сәкен көкесінің арқасында Алматының колледждерінің біріне ақылы бөлімге оқуға түсті. Сонда да рахметі жоқ, ол сөз арасында Маржанға: "Егер менің әкем ауырып қалмағанда, сенің әкеңнен қолынан қарамас едік. Менің әкемнің қожалығы екенін ұмытпасын. Бізге өмір бақи қарыздарсыңдар", деп қағытпалық қылатын. Сол баяғы байыпты қалпымен сіңлісінің сөзіне еті үйренген Маржан елемей құтылатын. Мереке өз колледжіне жақын жатақханаға ауысып, қыздардың тынысы кеңейгендей. Жанғали Маржанға тікелей сөз салмаса да, үнемі көзінің қырын салып, сырттай қамқорлығын танытатын. Екеу қанша уақыт бір мекемеде жүріп, оңаша өткенді де еске алып сөйлескен емес. Себебі Жанғали жайлы қауесеттерден қорқатын, Маржан оқу бітіргенше университетте аты шығып кетуден қорқатын. Тыныш қана дипломы қолына тигенше ауылына барып, ата-анасының қалауымен тұрмыс құруды ойлайтын. Бірақ бір сәтке де құштарлығы жігітке де сезімі сейілмеген. Сырт көзге салқын қанды көрінгенімен, ішін алпауыт жалын шарпып, кей кездері қайтадан құшағына күмп етіп, бауырлай еркелегісі келетін. Мерекенің құлағына жеткені сол, красавчик ағайын әпкесінен қызғанып қалатын. Желеулетіп Маржанның университетіне жиі барып, Жанғалиды мойын созы іздеп тұратын. Аңқау Маржан шіркін арам ойсыз сіңлісіне асханадан тәтті бәліштер әперіп тамақтандырады. Мереке әдейі уақыт созып, Жанғалимен кездесіп қалудан дәмелі. Өзінің колледжіне қарағанда Маржанға жиі келетін. Әпкелеп жүрген жалмауыздың әні-міне жейдесіне айналғалы тұрған жігітке жабысуды ойластырғанын Маржан қайдан білсін. Ауылдан суыт хабар жетті. Сәкен аға қожалықта оқыс құлап, аяғын сындырып алыпты. Әкесінің жағдайын ести тұра қалада қарап тұра алмаған Маржан куратордан сұранып ауылға қайтты. Шынымен ақ әкесі ауыр халде жатты. Қаладағы бауырлары жан-жақтан дәрігер шақыртып, аяқтан тұруына көмектерін аямады. Әкесі жатып қалғасын қожалық туралап, жұмыстарының берекесі қашты. Жан-жақтан қыспаққа алынған әкесіне жаны ашып, қалай көмектесуді ойлап, басы қатып жүргенде Мереке Жанғалиды торына түсіруді әрекетіне көшкен.
Қыздардың ар-намысы десе алдына жан салмай қорғансыздың құлына айналған Жанғалиға әдейі жоспар құрды. Жұмыстан шығар сәтін күтіп, әдетте кеш қайтатын зерттеп алған Мереке үстіндегі киімін әдейілеп жыртып, шашын ұйпалап, бояуын сумен шайып, көз жасын өтірік төккенсіп, құтқар, құтқарыңдар деп айғайға басты. Не болды? Кім тиісті саған деп жетіп келген Жанғали қыздың айналасына мойнын соза көз жүгіртті. Қуып жеткен ешкімді байқамаған ол Мерекені бір жерден көргендей: Жанғали ағай, сіз екенсіз ғой? Ағай, олар мені зорламақшы болды. Егер сіз болмағанда менің хәлім не боларын елестеткім де келмейді. Болды, ешкім жоқ, есіңді жи. Үйің қайда? Жүр, шығарып салайын деп еді. Бірден орнынан атып тұрып, көліктің алдына отырып алған қыз дегеніне жеткендей миығымен жымиып қойды. Жанғали ағай, мен мына күймен жатақханаға кіре алмаймын. Енді өзіңіз ойлаңызшы, көрген адам не ойлайды? Масқара боламын ғой. Онда жүр менің үйіме. Ой, ағай, ыңғайсыз емес пе? Кеш түсіп қалды. Бұрын сонда жігіттің үйіне барған емеспін деп, көлгірсігіне қарамай үйіне қарай айдаған Жанғали одан сайын іштей мәз болып отыр. Үйіне қыз ертіп келген қызметшілерден естіген әкесі таңертеңгілік шай үстінде ұлынан сүйінші хабар күткендей-ақ Жанғалидің бөлмесінен түн ішінен ұрланып кіріп, төсегінде бірге оянған Мерекеге қолының ұшы тиген түймек түрлі таңырқап, аң-таң күйде бөлмеден шыққан әкесі басқаша түсінді. Артынан түк болмағандай халат оранып шыққан Мереке дастархан басындағы Жанғалидің әкесіне сәлем берді. Бұл не бассыздық? Жүр кабинетке деп баласын алдына салып, сөздің астына алған әке баласының сөзіне құлақ та салмады. Өзіне шаң жуытпай, былықтан басын алып қашқан ұлының сөзіне сенбей Мерекені тыңдаған әке: қолыңмен істегеніңді мойныңмен көтер. Өрімдей жас қыздың абыройын төгіп, үйіне қондырып, одан қалса дым болмады деуден тайынбай тұрғанына мен не алып тұрмын. Қызым, қай жақтан боласың? Бүгін қолыңды сұрауға барайық деп тойға әзірлікті бастап кеткен әкесіне қарсы шыға алмаған Жанғали шырмауық күлге шырмалған халде. Мақсатына жеткенде Мереке қуаныштан бал-бұл жайнап, ауылының мекен жайын тәлпіштеп түсіндіріп, өзі той көйлегін таңдауға кірісті. Жалғыз ұлының әрекетінен намыстанған әке басқа амалды көрген жоқ. Дереу Жанғали мен болашақ келіндерінің ауылына тартты. Мерекенің үйіне барса ешкім жоқ. Көршілерінен Сәкен ағаның үйінде екенін естіп жол сұрасты. Бейтаныс кісілерді көргенде тосырқай тұрып қалған үйдегілер екеуін жылы қарсы алды. Сөз басын қалай жалғарын білмей отырғанда алдарына нан, су ұсынған Маржанды көрген Жанғали орнынан атып тұрды. Сен, Маржан, бұл сенің үйің бе? дей бергенде Сәкен аға: иә, бұл біздің жауһарымыз ғой, әзірше үйде. Қаладағы білдей бір университетте грантта оқиды. Қазір маған қараймын деп уақытша сұранып еді. Әке, бұл кісі мен оқитын университеттің ректоры, жанындағы ұлы деген Маржан өзін айттыруға келгенде қобалжып барады. Иә, сіздерге құдалықпен келіп қалған жайымыз бар. Сіздерде қыз бар, бізде ұл бар дегендей дей беріп еді әкесінің сөзін іліп әкеткендей Жанғали: сіздер қазір дұрыс түсінбеулеріңіз мүмкін. Мен Маржанды сүйемін. Өмірлік жарым ретінде тек сені қалаймын. Ал Мерекемен арамызда ештеңе жоқ. Бәрі ойдан құрастырылған. Жала жауып отыр. Доғар, деді әке. Тоқтай тұрыңыздар деген Мәлік пен Айгүл Мерекеге не болды деп түсінбей аңтарылды. Мәселені бастан аяқ қас қалпынша айтып берген Жанғалидің сөзіне туған әкесі емес, Мәлік иланды. Рас айтады ұлыңыз. Көздерін ақ көріп тұрмыз ғой. Мереке судан таза емес. Бір жыл бұрын тұрмыстан келген. Оның үстіне қаншама айласымен ауылды шулатып отырған қыз еді. Қалада тыныш жүрмеген екен ғой. Қап, сіздерден ұят болды ау. Кіреге тесік болса. Терең ой үстіне шомған Жанғалидің әкесі Маржанға қарап: қызым, сен не дейсің деп үмітпен қарады. Ақыры сіздерден қыз алуға келіп тұрып, қалайша құрышқамыз деп әзілге араластырған ректор Маржанға тағы да басын изеді. Үнсіз ғана жанарын төмен салған қыздың жүрегі тулап, иә деп жауап іштен сыртқа шыға алмай жатты.
Лаура мен Сәкен араларындағы жылылықты сезгендей-ақ ақ батамызды береміз дей бергені сол еді. Есікті тарс жапқан Айгүл долданып сыртқа шығып кетті. Қол алысып, құдалықты келіскен екі жақ жастарға бақыт тілеп тарқасты. Ауылдан жақсы хабарды күтіп, той көйлегін дайындап үлгерген Мереке Жанғалидың есігінің алдында күтіп отырған. Көліктен түскен екі кісі қыздың бетіне де қарамай, қызметшіге үйіне қайтсын деп бұйырып жіберді. Артынша анасынан болған жағдайды естіген Мереке айғайға басып, Маржанға өшігіп, ауылына баратын бірінші автобусқа отырды. Бірден үйіне жетіп, шашынан тартып, бетінен шапалақ бере соққыға жыға бастаған Мерекені әкесі ашуланып, үйіне қамап тастады. Көп ұзамай құдалық той болып, Маржанды дүркіретіп Жанғали үйіне қондырып алды. Бүкіл ауыл болып қыздарының жақсы жерге барғанына қуанып жатты. Тек Айгүл мен Мереке ғана қарғап-сілеп, іштарлық танытып, ақыры сол іштарлықтың арқасында екеуі де ішкілікке салынып тынды. Ал ұяң қыз махаббатын некелі жар болғалы аша бастап, құтқарушы батырды қалай іздеп, кездейсоқ кездескенін, қалай түн ұзақ ойлап, әр қарсыластарының артында алпауыт сезім жасырып баққаны әстін сезімдермен білдіріп бақты. Жанғалиден бақытты жан болмады. Екеуі бір-бірін сөзсіз түсініп, жылдар бойы әйелдің күлкісі естілмеген үйде бақыттың әуені ойнады. Әкесі өмір бойы Маржандай келінді аңсады емес пе? Ендігі ол кісінің арманы тәп-тәтті немерелерінің үйінің ішін ойыншықпен шашып ойнау еді. Алла тілеуін қабыл алып, қазірде Маржан мен Жанғалидан екі ұл мен қылықты қыз тарады.